أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وفهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعة Allah оқыған намазымызды қабыл қылсын, қылған дұғаларымызды, ниеттеріміздің баршасын Алла Тағала қабыл етсін. Енді Алматы болғасын пробкасыз тағы болмайды. Бір пробкада қалып қойдық, кешіресіздер енді. Бірақ айтылды ма сабақ болады, дәріс болады деп қалмай келіңіздер, күтіңіздер. Келеміз, Алла қаласа. Сөз бердік па? Алла Құранда "Истаиду билла бисмилlah, я аyyuhallazina amanu awfu bil uqud". Ей иман қылған құлдарым, берген сөздеріңе тұрыңдар дейді. Сол үшін бердік па? Келеміз. Енді бір жарты сағат, 10-15 минут ойнау мүмкін енді. Алла разы болсын, асекендер алып келді енді. Аман есен алып келді. Міне кездесіп жатырмыз. Алла үшін, ілім үшін, жамағатпен намаз үшін деп қадам басып келіп жатсыздар. Әрбір қадамдарыңызға Алла нұры жаусын. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде кім ниет етіп ілім үшін деп үйінен шығатын болса, міне мешітке келіп жатсыздар. Бірінші жамағатпен намаз, екінші міне сабақ. Дінді үйренейін, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассаламды танайын жақсырақ деп ниет етіп бастыңыз ғой. Әрбір қадам, әр басқан 10 жақ қадамыңызға бұл хадис 70 мың сауап жазылады. Әр басқан сол жақ қадамыңыз үшін 70 мың күнә кешіріледі. Періштелер қанаттарын қояды. Басқа не керек енді бұдан басқа? Басқа бір хадисінде "Мен салака тариқан ялтамису фихи илман саххалаллаху бихи тариқан илал жанна". Кім Алла үшін ілім аламын, ілім үйренемін деп шығатын болса, жолға қойылатын болса, міне келіп отырсыздар. Алла разы болсын. Осы жамағаттың берекесі. Алла сол адам үшін жұмаққа баратын жолын жеңілдетіп қояды дейді. Алла қабыл қылсын ниеттеріңізді. Көп рахмет. Ал тоқтаған жерімізден жалғастырайық. Бисмилла. Бүгін бірінші бапты бітіреміз. Сосын сабақтың соңында сұрақ қоям, жауап береміз ғой, бір қайталап шығамыз. Ал кімнен риуаят қылынған екен? 9-шы хадиске келіп біз "Ан Джабир ибн Самурата радийаллаху анху қал, раайту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам фи лейлатин идхиянин". Мен дейді, Джабир бин Самура радийаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды айлы түнде көрдім дейді. Ва алейхи хуллатун хамра, пайғамбарымыздың үстінде қызыл киімі бар еді. Оны айттық. Соңғы сабағымызда тоқталып, деталіні түсіндіріп өттік. Бола ма, болмай ма? Қазір міне енді бастап сабаққа келіп жатқан ағалар болса, жамағатымыз болса, YouTube-тен қарасамыздар болады. YouTube-те каналымыз бар біздің. Аллаға шүкір, 1000-нан асты тіркелген адамдардың саны. Тек қана мынау шамаил дәріс емес, тағы да басқа сабақтарды қойдық. Ақшаны қалай көп алса болады, қай жерден ақша берекелі, қандай ақша жаңағыдай тез келеді деген сияқты сондай видеолар қойдық, қызықтырып әдейі. Шайтаннан қалай құтылуға болады, шайтан уасуасынан қалай құтылуға болады деген сияқты сондай видеоларды қойып қойдық. Кіріп қарап, лайк басып кетсеңіздер болады, тіркеліп. Бұл арада жайлап реклама қылып кеттік бір жағынан YouTube-та. Мына жерде жазылып жатыр міне. Осы бәрі сол YouTube-ке салынып жатыр дәрістеріміз. Сол YouTube-тен қарасаңыздар болады, тыңдасаңыздар болады. 3-ші сабақта айттық. Фажаалту анзуру илейхи ва илал қамари фала хуа инди ахсану минал қамари. Мен дейді, жаңағы айлы түнде пайғамбарды көрдім. Ай дөп дөңгелек болып, әп-әдемі болып тұр, толған ай болып. Және пайғамбарымыз тұр, үстінде қызыл киімімен. Айға қарайын дейді, ай әдемі ма, пайғамбар әдемі ма деп қарайын дейді. Бірақ дейді, айдың әдемілігі пайғамбарымыздың әдемілігінің қасында ойнақ болды дейді. Пайғамбарымыз әдемі екен дейді. 10-шы хадис.
Кімнен келген? Ан Аби Исхақ деген кісіден келген. Бұл кісі былай дейді. Қала сәәлә рожулун әл-Бара ибн Азиб радияллаху анху. Bir күні бір кісі келіп, Бара бин Азиб радияллаху анхудан сұрады дейді. Айтып жатқан кім? Исхақ деген кісі. Не деп сұраған екен? Акана ваджуху Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам мислал сайф. Ей Бара радияллаху анху, пайғамбарымыздың жүзі қылыштың жүзі сияқты ма деп сұрады дейді. Яғни жылтырай ма? Тағы басқа. Сол кезде Қала Бара бин Азиб радияллаху анху былай деп жауап берді. Ла, олай емес. Пайғамбарымыз мұбарак жүзі қылышқа ұқсамайды. Ал қандай нәрсе ұқсайды? Бәл мithл қамари, пайғамбарымыз жүзі жаңағы ай сықылды әдемі деп айтты дейді. Келесі хадис. 12-ші хадис кімне жеткен? Бұл жерде секіріп кетіп жатырмыз, себебі көп жерлер қайталанып келеді. Сіздерге оқылмаған, айтылмаған жерлерін оқып жатырмыз. Кімнен келген екен? Ан Джабир ибн Абдилlah радияллаху анхума анна Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам қал. Джабир бин Абдилlah радияллаху анхумадан жеткен хадис. Енді қараңыз. Бұл сахаба кішкене бір тоқталып өтейік. Алла қаласа. Джабир бин Абдилlah радияллаху анхума. Бұл сахаба Мәдиналық сахаба болған, яғни ансарлардан болған. Әкесінің есімі Абдулла, мұсылман адам болған. Және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларынан болған. Джабир өзінің есімі бин Абдулла, немесе Абдилла, Абдулланың баласы Джабир деген сахаба. Өзі де сахаба, әкесі де сахаба. Қараңыз. Пайғамбарымызбен бірге Джабир радияллаху анху баласы, яғни Абдулла деген кісінің баласы әкесінен сұрайды. Я әке дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге Бәдір соғысына кетіп бара жатыр. Бәдір шайқасына. Рұқсат етіңізші, мен де барайын. Жоқ дейді. Рұқсат жоқ саған дейді. Отыр үйде. Мен барам дейді, әкесі айтады. Кім? Абдулла радияллаху анху. Сөйтіп Бәдір соғысына қатыса алмайды. Кейін Ухуд соғысына, шайқасына пайғамбарымыз сахабаларын жинап, Ухудқа кеткен уақытта да, я әке дейді, рұқсат етіңізші, Ухудқа барып қатысайын, пайғамбармен саллаллаху алейхи вассаламмен бір сапта болайын деген уақытта да рұқсат етпейді. Неге рұқсат етпейді? Себебі бұл Джабир радияллаху анхудың 7 қарындасы болады. Үйде ер баладан өзі, үлкені өзі, бұл Джабир радияллаху анхудан кейін 7 қарындасы бар. Сөйтіп әкесі айтады екен, ей балам, мен қалайым, Алладан сұрайым. Менің көз алдымда сенің шәһид болғаныңды мен де қалайым. Шәһид деген сөз білесіздер. Алла жолында жан тапсыру. Алла Құранда айтады, Астаиду билла бисмилла, Бақара сүресінде, Ва ла тақулу лиман юқталу фи сабилилlah. Алла жолында жан тапсырғандарды айтпаңдар. Не деп айтпайық? Амуат, оларды өлі деп айтпаңдар. Міне осы шәһидтер туралы. Бәл ахяу валакин ла таш'урун. Олар тірі, оларды көрмейсіңдер, оларды сезбейсіңдер. Алла айтып жатыр. Керісінше мағынасы, демек олар біздерді көреді, біздерді сезеді деген сөз. Сол үшін шәһидтерді өлі деп айтпаңдар, олар тірі. Тағы аяттар бар, олар тірі, Алланың құзырында рызықтанып жатыр деген аяттар бар. Бәл ахяун айнда роббихим юрзақун. Сөйтіп рұқсат етпейді, болмайды дейді. Әкесі енді айтып жатыр, мен қалайым, сенің шәһид болғанды қалайым көз алдымда. Бірақ сен шәһид болып кетсең, мен шәһид болып кетсем, мына 7 қарындасыңды кім бағады, кім қарайды? Сол үшін рұқсат жоқ дейді. Бірақ Ухуд соғысында әкесі жан тапсырады. Алла жолында шәһид болады. Сөйтіп, Джабир радияллаху анху өзінің қолымен жерді қазып, әкесінің мәйітін, жаназасын сол жерге жерлейді. Сөйтіп, анасы келіп, қарсы келеді, ей балам, әкеңнің денесі мына жерге емес, басқа жаққа жерлейік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Ухуд шайқасында шәһид болғандар барлығы бір жерде жерленеді дейді. Яғни сол майданда, сол жерде жерленеді деп айтқаннан кейін, әкесін сол жерге өзінің қолымен жерді қазып жерлеп қояды. Кейін Джабир радияллаху анху
үйленеді. Кімге үйленеді? Бір жесір әйелге үйленеді. Жесірдің екі түрлі мағынасы бар. Біріншісі, я күйеуі қайтыс болып кеткен, я екіншісі күйеуі тастап кеткен. Сөйтіп жесір бір әйелді алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрайды: Жабир дейді, радиаллаху анху, жас қыз бар ғой, неге сен жесірді алдың? Қандай себеппен алдың? Мақсатың не? Ниетің не? Алланың Расулы дейді, мен неге жесір алдым? Себебі менің 7 қарындасым бар. Жесір әйел өмір көрген, қиындық көрген, жасы үлкен. Менің қарындастарыма ана болады, қарайды, қолғанат болады, мен жоқ кезде деп айтқан екен. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Жабир радиаллаху анхудың айтқан сөзін құптап разы болады екен. Сөйтіп, енді Ухудта әкесін жерледі ғой. Абдулла радиаллаху анху. Арадан 40 жыл өтеді. Бұл Байхақи риуаят қылады, бұл хадис. Арадан 40 жыл өткеннен кейін Жабир радиаллаху анху былай дейді: сол Ухуд соғысы болған жерден Алланың қалауымен тастардың арасынан, төбелерден су ағып, сол жерде су басты дейді. Сөйтіп, сол су ағып жатқан менің әкемнің қабірінің үстімен өтті дейді. Қабір құлап ішке қарады, әкемнің денесі сыртқа шықты дейді қабірден. Арадан 40 жыл өткен. Сонда жүгіріп барып қарасам дейді, кеше әкемді қалай жерлеген болсам, жарақат алған жерлері әлі де қып-қызыл болып қан ағып тұр дейді. 40 жыл өткен арадан. Шәһидтер тірі. Сосын әкемді жерледім дейді. Әкемді жерлеп болғаннан кейін оның көршісі, тоже шәһид болған бір сахаба, қасына бірге жерленген ғой. Сол кісінің денесінің жартысы да көрінді дейді. Ол кім? Ол Амр бин Джамух деген сахаба радиаллаху анху. Бұл сахаба керісінше, бұл сахабаның балалары Ухудқа қатысады. Бірақ әкесіне рұқсат етпейді. Ал Жабирге әкесі рұқсат еткен жоқ. Әкесі өзі қатысып шәһид болды. Мына сахабаға керісінше балдар рұқсат етпеген. Әке, үйде отыра беріңіз деген. Неге? Бұл сахабаның бір жақ аяғы ақсақ екен. Сөйтіп балдар айтады екен: біз барамыз Ухудқа. Әке, сіз отырыңызшы. Сіз мына түріңізбен, жалпақ тілмен айтқанда, соғыса алмайсыз. Қалай соғысасыз? Деп жан ашып бара жатыр енді балдарының. Сөйтіп пайғамбарға барады екен: Алланың Расулы балдар рұқсат етпей жатыр. Түсінем, дұрыс. Мені ойлап жатыр. Бірақ мен ақсақ болсам да, Алланың Расулы, Алла жолында жан тапсырайын. Ертең жұмақта алдарыңыздан ақсақ болып шығайыншы дейді. Рұқсат етіңізші дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рұқсат етеді. Сол Ухудта бұл кісі де шәһид болады. Және Жабирдің әкесі Абдулланың қасында жатқан екен бірге. Сонда Жабир радиаллаху анху айтып жатыр: мен әкемді жерлеп жатып көрдім дейді. Бұл кісінде жан тапсырған уақытта біз жерлегенімізде қолын дейді жарақат алған жеріне қойған едік бетіп. Дәл солай әлі жатыр дейді, әлі қан қолды дейді. Ол кісі де сөйтіп жатыр дейді. Ваджатту аби аля нахри аллади дафантуху дейді. Бұл риуаят Байхақиде. Әкесі шәһид болғаннан кейін әкесінің бір қарыздары бар екен адамдарға. Сол адамдардың жартысынан көбісі яһуди, еврейлер екен. Күні түні Жабир радиаллаху анху үйіне барып: Жабир, әкеңнің бізге қарызы бар еді, қайтар деп мазалай береді екен бұл сахабаны. Енді бұл сахаба берейін десе, үйінде дым жоқ, жалғыз кішкентай бір құрма бақшасы бар дейді. Ол құрма бақшадан жинағаным, тергенім өте бір аз құрма. Оны анаған берейін десең жетпейді. Өзіміз қолданайық десе өзімізге жетпейді. Сөйтіп пайғамбарға барып айттым дейді: Алланың Расулы, мен қиналып кеттім. Әкемнің қарызы бар еді. Мына яһудилер, мына кісілер күні түні есігімді қағып келіп сұрайды: не істесем болады дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: жүр дейді, үйіңе барайын сен дейді, зиярат қылып. Сөйтіп жаңа құрма бақшасына барып дұға оқиды пайғамбарымыз. Содан сол құрма көбейді дейді Жабир радиаллаху анху. Келген яһудisi болсын, басқасы болсын, бәріне артығымен бердім дейді, мә деп алыңдаршы деп. Пайғамбарымыздың дұғасының берекесі, мұғжизасы пайғамбарымыздың.
Жабир радиаллаху анху былай дейді: мен әкем рұқсат етпеген үшін Бәдір мен Ухудқа қатыса алмадым. Кейін 21 ғазуа, арабша ғазуа деп айтылады, шабуыл немесе соғыс деген мағыналар бар. 21 пайғамбармен бірге соғысқа қатыстым дейді. Екеуіне қатыса алмай қалдым дейді. Бірақ түсінікті болып жатыр ма жамағат? Және де мына оқиғаны білесіздер, Хандақ оқиғасы. Немесе Құранда Ахзаб деп айтылады. Ахзаб сүресі бар, Құрандағы 33-ші сүре. Ахзабтың мағынасы біріккен күштер. Хандақтың мағынасы ор, шұңқыр деген мағыналар бар. Енді тарихты, сира, пайғамбарымыз өмірбаянын оқыдық, көбіміз білеміз. Қысқадан нұсқа қылып өтейік. Мушриктер Меккеден Мәдинаға келе жатқан уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинада сахабалармен бірге сөйтіп сұрады ғой пайғамбарымыз бәрін жинап, бұларға қалай қарсы тұрамыз? Бұлар келе жатыр, әне міне дегенде кіріп келеді Мәдина қаласына. Не істейміз, не қыламыз дегенде сахабалар бастады: я Алла Расул, таудың басына шығып кетейік, жақындаса садақпен атамыз, одан да жақындаса найза лақтырамыз, тағы келсе тас лақтырамыз, қылыштасамыз, анау мұнау бір нәрсе қыламыз. Сөйтіп барлығының несін тыңдады пайғамбарымыз, ойын пікірін тыңдады. Бұл да бір дәріс бізге. Мына жерде отырып, менің айтқаным ғана болады, мен не айтсам соған бәрі бағынады, бұл қате. Бәрінің бір-бірден ой пікірін тыңдап шығу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөйтіп тыңдап шығады екен. Сөйтіп араларында кім болды? Сәлман радиаллаху анху. Ол кісі араб емес, парсы жақтан келген, парсылардан. Сөйтіп айтады: я Алла Расул, рұқсат болса мен бір айтсам бола ма? Айт, я Сәлман радиаллаху анху. Біздің жерлерімізде, мына парсыларда, Иран, Ирак, сол жақтарда соғыс болса біз ор қазамыз, жер қазамыз, шұңқыр қыламыз. Неге? Анау келе жатқан жау жаңағы шұңқырдан өтем, бетем, сөйтем дегенше біз оларды соның ішінде өлтіреміз. Соны жасасақ қалай болады деп айтқаннан кейін пайғамбарымыз Сәлман радиаллаху анху сөзін құптап соны жасайды. Соны Хандақ деп айтады. Сөйтіп пайғамбарымыз сахабалармен бірге бүкіл шаруаны тастап Хандақ қазды, Мәдина қаласын кіре берісіне. Оны білесіздер. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен бірге 3 күн бойы тамақ жемейді. 3 күн бойы тамақ жемейді. Сахабалар сондай қиналып кетеді, қарындарына тас байлайды. Неге? Ана тас ауыр нәрсе, как будто қарында тамақ бар сияқты қылып сезіну үшін. Немесе екінші мағынасы бүктеліп қалмау үшін бүйтіп. Аштықтан. Уже болды, шыдамай жатыр. Қиналып кетті, тамақ жоқ, ыстық тамақ жоқ. Пайғамбарға барып шағымданды: я Алла Расулы, біз шаршадық. Не қыламыз, не істейміз дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің көйлегін ашып көрсетеді ғой. Пайғамбарымыз 2 тасты байлап алған екен. Сөйтіп жерді қазып жатады, сахабалар бір тасқа кездеседі. Анау тас енді үлкен бір тас, сынып болмайды. Одан пайғамбарымызға айтады. Пайғамбарымыз өзі түсіп, қолына күрегін жаңағы құралын алып тасты сындырып жатқан уақытта дейді, Жабир радиаллаху анху айтады: мен дейді пайғамбарымызды байқап қалдым дейді. Аштықтан пайғамбарымыздың қабырғалары көрінді дейді киімнен. Содан үйге жүгіріп бардым дейді. Үйге жүгіріп барып әйелден сұрадым дейді: ей ханым, не бар үйде? Не бар? Деп сұрасам, әйелім айтты дейді: үйде бір кішкентай қозы бар. Және бір са арпамыз бар. Са деген арабтарда жаңа килограмм, грамм деп өлшейміз ғой. Сол сияқты ол замандарда са деген өлшем бірлігі болған. Бір са 3 килограмм немесе 3 килограмм 333 грамм болады. Сондай арпа бар үйде. Сосын және бір кішкентай қозымыз бар деп айтқан уақытта бұл риуаят имам Бухариде. Сөйтіп Жабир радиаллаху анху айтады: мен кеттім дейді қазір жұмысқа. Сен дейді ана қозыны не қыл дейді? Сой, құрбан шал дейді. Енді сұрақ: әйелдерге құрбан шалуға бола ма, болмай ма? Жамағат айтып отырып қой. Тыңдап отырсыздар ма? Ұйқы басып жатса келесі сабаққа қалдырайық.
Мен де Ар-Рамонға сұрақ қойып су ішіп алып отырмын. Бола ма? Болады, мен айтып жатырмын ғой. Жабир радиаллаху анху айтып жатыр: "Ей ханым, үйдегі ана кішкентай қозыны сой, мен кеттім жұмысқа" дейді. Осы дәлел болады. Егер үйде ер адам болмаса, немесе ер адамның қолы бос емес, кетті бір жаққа, әйелге шала беруге болады. Проблем жоқ. Сөйтіп дайындат дейді. Сосын Жабир радиаллаху анху жүгіріп барып, пайғамбарымызға жақындап, басқасы естімейтіндей қылып, "Фақум анта ва раджулун ау раджулани" деп айттым дейді. "Я Аллах Расул, сіз және қасыңызға бір адам, немесе екі адам ертіп үйге қонаққа келіңіз" деп айттым дейді, жайлап сыбырлап. Ана жерде 200 сахабадан көп сахаба жұмыс жасап жатыр. Бәрінің қарында бір тастан. Пайғамбарымыз жаңағы қолында күрегін, түсінікті болу үшін тастап, "Я әхләл хандақ, ей хандақтың халқы, ей сахабаларым, инна Жабиран, шындығында арасында бұл Жабир бауырларың, қад сана алякум су'ран, сендерге арнайы әдейілеп бір тамақ пісірген екен. Үйіне барамыз қонаққа" деп айтты дейді. Мен көзім банкі былай, Мерседес Лупари, шошып кеттім, не болып кетті. Мен 2-3 адам десем, пайғамбар бәрін айтты дейді. "Жүріңдер тастандар шаруаның бәрін." 200-дей сахаба. Сөйтіп пайғамбарымыз айтты дейді: "Я Жабир, үйге жүгір бар. Анау арпаны бір нәрсе қылып, жаңағы нан қылып неге пешке салсын, қазанға жаңағы етіңді қойыңдар, бірақ ар жағын өзім дайындайын" деп пайғамбарымыз айтып жіберді дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз барып қазанның басына өтіп, пайғамбарымыз бәріне жаңа кеселеріне құйып бастады дейді. 200 адамнан сол үйге бәрі бірде сыймайды ғой. 10 адамнан кірді дейді. Бәрі альхамдулилля ішті, қарны тоятындай, және дұфы қылды, дафанненсе порция, бәрі кетті дейді тойып. Жүгіріп барып қазанды ашық барсақ, әлі дым өзгермеген дейді, дәл сол күйінде тұр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұғжизасы. Бәрі кекіріп, қарындары тойып кетті дейді. "Я Жабир, Алла разы болсын, тәтті болған екен тамақ." Кім пісіріп жатқан? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? Біраз ұзақ бір өмір сүреді. 80 жастарына келеді. Мәдинада өмір сүреді. 80 жасына келсе де Алла жолында және тағы да ілім іздейін деп Алла жолына шығады ғой. Сөйтіп Мәдинадан жаяу Меккеге барады. Меккеге барса, Меккеде халық бетіп айтып бастайды: "Ей қалайық, білесіңдер ма? Шамда Шам дегеніміз қазіргі Сирия, Филистин, Түркия, сол жерлер. Оның барлығын бірдей Шам деп айтқан. Арасы асықпай барсаң демалып 3 айдай жер. Тездетіп барсаң 1-1,5 айда барасыз. Жаңағы атпен, жылқымен, түйемен." Сөйтіп айтты дейді. Ол жерде Абдулла бин Унайс деген сахаба бар, радиаллаху анху. Сол пайғамбарымыздан бір хадисті естіген екен. Сол Шамда отырып, сол жердегі кісілерге риуаят қылып үйретіп жатыр деген сөзді айтады ғой, Мекке халқы. Сонда 80 жасындағы Жабир радиаллаху анху қайттан Мәдинаға барады да ат сатып алады. Содан 1 айдың ішінде тоқтамай Шамға барады ғой. 80 жастағы кісі. Неге? Жаңа риуаятты есту үшін және Мәдинаға алып келу үшін, сол жерде халыққа жеткізу үшін. Сөйтіп 80 жасында Шамға жетеді, 1 ай жүріп тоқтамай. Жаңағы Абдулла бин Унайс деген сахаба радиаллаху анху үйінің алдына шәкірттерін қойып қойған екен. Әр келген адамға шыға бермейді екен үйден. Сұраңдар деп айтады: "Кім келіп жатыр, қандай ниетпен келіп жатыр, мені мазаламасын." Сөйтіп Жабир радиаллаху анху барады ғой. Сұрайды шәкірттер: "Сіз кімсіз?" дейді. "Мен Жабирмін" дейді. "Кімнің баласы?" "Абдулланың баласы." Айтыңыз ұстаздарыңызға келіп тұр" деп. Ұстаз сұрайды: "Қай Жабир келіп жатыр?" дейді. "Абдулланың баласы Жабир екен" дейді. "Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи вассалам шәкірті келіп тұр" деп айтыңыздар дейді. Сонда жаңа Абдулла бин Унайс деген кісі үйден жүгіріп шығады ғой. "Сіз келіп қалдыңыз ба?" деп. Таниды ғой бәрі. "Қош келіп жатсыз" деп. Сол кезде мына бір риуаятты айтады, оған үйретеді. Қай риуаят? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Айтып жатқан кім? Абдулла бин Унайс. Кімге үйретіп жатыр? Жабир бин Абдиллаға радиаллаху анхумаға. Былай дейді. Пайғамбар айтты дейді: "Юхшарун насу яумал қияма хуфатан уратан." Қиямет күні адамдар тірілтіледі.
алла адамдар тірілтеді. Қандай қылып? Аяқтарында ештеңе жоқ, аяқ киімі жоқ, аяқтары жалаңаш. Және ғұрлән анасынан жаңадан туылған бала сияқты жалаңаш және сүннеттелінбеген болып тірілтеді. Алла Тағала осы риуаятты естиді де үйреніп қайттан Мәдинаға кетеді. Мәдинаға келген уақытта тағы да бір нәрсені естиді. Мысырда бір сахаба бар екен, ол да бір риуаятты біледі, пайғамбардан естіген және жеткізіп жатыр, үйретіп жатыр деген уақытта атына тағы мініп алады да Мысырға кетеді. 80 жасындағы кісі. Бұл бір мотивация болсын айтып жатыр енді. Сөйтіп ол жерден де мына бір хадисті риуаят қылып алып келеді. Мән сатарал муъмин сатараху Аллаху яумал қияма. Осы сөз үшін, яғни пайғамбарымыз сөзі ол айтқан. Осыны үйрену үшін қанша күндер, қанша айлап жүреді атпен. Мағынасы не? Кім бір мұсылманның айыбын, минусын, қателігін жасыратын болса, айтпай. Қиямет күні Алла Тағала жасырған үшін онда қателігін жасырып қояды дейді адамдардың алдында. Осын үйренеді де кетеді атқа мін. Сонда Мысыр халқы, ойбай, біздің елге Жәбир келіп қалды радиаллаху анху деп хадияларын әкеліп, сыйлықтарын әкеліп, тамақтарын әкеліп жатса, қонақ болыңыз деп жоқ дейді. Жәбир радиаллаху анху жоқ дейді Мысырда. Қайдан тауып алған? Мысырдың ішінен емес, Мысырдың сыртынан тауып алған, уже кетіп бара жатыр дейді атпен. Тоқтаңызшы десе, жоқ, мен уақытым жоқ деп айтады екен. Неге бұлай жасайсыз? Ертең қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көрген уақытымда мен де қайтыс боламын. Менен сұрайды: "Ей Жәбир, неге бұлай жасадың сен? Қанша километр мыңдаған жүрдің бұлай? Не үшін, мақсат не?" дегенде: "Я Алланың Расулы, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Сіздің бір хадисіңізді мен алып, естіп, үйреніп, елге, халыққа, білмейтін кісілерге жеткізу мақсатында, және мен қай жерге барсам да тамағынан, суынан да ішпеймін. Уақыт кірмесін араға. Және бір күн болсын, 2 күн болсын демалмадым. Сіз үшін, Алла үшін, я пайғамбар, я Алланың Расулы деп айтқым келеді. Осыны айтамын деп сөйтіп айтады екен. Тамағынан да ішпейді, суынан да қолданбайды, кете береді екен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның үмметінің ішінде сондай адамдар болды. Мысалы, Рабиатул Адабия деген анамыз болған. Мына бір хадисті естиді және сол кісіге айтады: "Танакаху такаthару." Пайғамбарымыз айтты: "Үйленіңдер, үй болыңдар, көбейіңдер. Фа инни убахи бикумул умама яумал қияма." Қиямет күні әрбір пайғамбар өзінің үмметінің көпшілігімен мақтанады. Сол кезде мен өзімнің үмметінің көпшілігімен басқа пайғамбарларға мақтанам дейді. Сол үшін үйленіңдер, үй болыңдар, көбейіңдер. Осы хадисті естіген Рабиатул Адабия деген анамыз не істейді? Мен дейді, тұрмысқа шықпасам дейді. Шықпасам да, бірақ 2 түрлі риуаят бар. Әрбір парыз намазынан кейін 4000 рекағат нәпіл намаз оққан екен жаңа әйел адам. Басқа бір риуаятта бір күннің ішінде 4000 нәпіл намаз оқиды екен. Плюс нәпіл намаз. Сұрайды екен: "Сіз неге бүйтіп жасап жүрсіз?" Десе, ертең қиямет күні пайғамбар айтты ғой, мен мақтанам деп. Сол кезде мен үміт қылам, пайғамбарымыз бізге қараған уақытта міне арамызда кім қайда? Рабиатул Адабия қайда? Міне мына кісі 4000 нәпіл намаз оқитын еді деп айтсыншы деп үміт қылам дейді. Біз мына жерде 4000 емес, 4 рекағатқа әрең шыдаймыз. 2 рекағат Алладан қорқып оқимыз. 3 пен 4-ті кредитті ойлап кетеміз. Сырттағы машинаның есігі жабылды ма? Үйдегі өтек өшірілді ма? Тамақтың асы басылды ма? Телефон шырылдап бара жатыр: "Бәкең, сәкең ба? Жұмыс қабылдады ма мені? Или шығарып жүрген жоқ па?" Сәждеге барсақ 2 бұттың арасын артқа қараймыз, кім жүгіріп жүрген артта? Жын ба, шайтан ба? Ой, жаман ғой, бізде кетіп жатыр былай. Бірақ сөйтіп жүріп жұмаққа кіріп кетеді екенбіз, Алла қаласа. Сөйтіп жүріп жұмаққа кіріп кетеді екенбіз. Себебі Алла Тағала Жәбірайыл алейхиссалам періштені жаратқан уақытта білесіздер қанаты қандай үлкен болған. Шығыс пен батысты алатын болған былай қанатын жайған уақытта. Сөйтіп өзіне қарайды, алтыннан жаратып берген Алла Тағала, әп-әдемі қылып. Өзіне қарап 40 жыл жылап намаз оқиды. Сөйтіп намаз оқып болғаннан кейін Алла Тағала айтады ғой: "Сондай бір құлдарым келеді менің. Сен 40 жыл жылап оққан намазыңды олар 2 рекағат намазды алып кетеді" дейді, сауапты. "Я Алла" дейді, "Ол қалай?" дейді. "Сен" дейді, "Менің көріп тұрып намаз оқып тұрсың" дейді.
Олар мені көрмесе де, көрмеген халде, түрде маған иман қылып намаз оқиды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір күні 3 адам келеді. Және еврей, яхуди сұрайды. Пайғамбарымыз сахабалармен отырады. Я дейді, Мұхаммед дейді. Енді олар сөйтіп айтады ғой. Саллаллаху алейхи вассалам. Біз дейді, ғибадат қылсақ, жүрегіміз тып-тыныш ғибадат қыламыз дейді. Бастаймыз ғибадатымызды, соңына дейін рахаттанып өткіземіз, тамамдаймыз. Ал осы мұсылмандар бір намаз оқыса, бастайды дейді жаңағы. Ой, анау, мұнау, әртүрлі нәрселер, денесі осы жерде тұрса, рухы ұшып жүрді дейді. Анда, мында, бұл қалай дейді, не үшін дейді. Сонда пайғамбарымыз жан-жағына қарайды. Кім жауап береді дейді, бұл үшеуіне. Кім бар дейді. Сонда шатаспасам, Абу Бакр радиаллаху анхуға айтады, я Абу Бакр дейді, сіз жауап бермейсіз ба дейді бұларға. Я Алланың Расулы рұқсат етсеңіз, мен жауап берейін. Бер жауапты бұларға. Сонда айтады, ей қонақ, келіп тұрған адамдар, сіздерге бір мысал берейін дейді. Бір үй бар, іші толған алтын, бриллиант, барлық нәрсе бар, ақшасы бәрі бар. Бірақ сырты кілтеніп тұр. Және тағы басқа бір үй бар, іші бәрі қиратылған, қап-қараңғы, есігі жоқ, төбесі жоқ, крышасы жоқ, сынып, қопарылып, быт шығып жатыр. Иә, осы екі үйді елестетіңдер. Елестетіңдер ма? Иә. Енді ұры қай үйді ұрлайды дейді. Қай үйден ұрлайды, қай үйге ұры болып түседі дейді. Жауап беріңдерші дейді. Ол оңай ғой дейді. Жаңа есігі кілтеніп тұрған, іші толған алтын соған түседі ғой дейді. Дейді. Біздің жүрегіміз сол үй сияқты дейді. Ал сендердің жүректерің қиратылған үй дейді. Жаңағы алтын, жаңағы бриллиант, ол біздің жүрегіміздегі иманымыз дейді. Жаңағы ұры ол шайтан дейді. Ол ұры шайтан. Анау сіздердің қиратылған жүректерінде не жұмысы бар дейді. Олар намазда бізге келеді дейді. Ана үйдегі алтынды ұрлау үшін дейді. Иманымызды ұрлау үшін. Сол үшін бір адам намаз оқығанда бірінші рәкағатта Алладан қорқып, жылап, о деп оқып, екінші рәкағатта күліп тұрып, осы айдың ақшасын төледім, кредиттен құтылдым деп мәз болып тұрса да, ол адам намаз қабыл. Керісінше, ондай ой келмесе сізге, күшті қылып намаз оқысаңыз қорқыңыз. Ешқандай ой келмейді ғой, онда қорқыңыз. Керісінше, ой келіп тұрса, шатастырып тұрса, онда мәз болыңыз. Енді датуы андай келіп кетіп қалмаңыздар жаңағыдай. Шатасып, кашыр қылып бәрін. Не оқып кеттім, басын тақияды бүйтіп. Кейбір емекенде сөйтіп жасапты, намаз оқып, сәлдесін бүйтіп қараған ғой үшін. Нешінші размер еді, но деп. Намаз оқып тұрып, қай размер еді, дұрыс алдым, басым қысып қойды ғой намазда деп. 62 екен, дұрыс. Деп оқып тұр дейді жаңағы, жамағаттың алдына шығып. Өйтсеңіздер намаз бұзылады. Абу Ханифа мазғабында бір амалды екі қолмен жасасаңыз, намаз кетеді. Сондай пәтуа бар. Намаз оқып тұрып, екі қолмен шапанды дұрыстасаңыз бет, намаз кетеді, бұзылады деген риwayat бар. Абу Ханифа мазғабында. Сөйтіп, бұл Джабир бин Абдилла радиаллаху анхума әл-муксирун дардың қатарына қосылған. Кім олар? 2-3 рет қайталадық. Әл-муксирун. Кімдер? Иә, хадис ең көп жеткізген адамдар. 7 адам болса, соның біреуі. Джабир бин Абдилла радиаллаху анхума 1540 хадис жеткізген екен. Ең көп хадис жеткізген 7 адамның біреуі. 94 жасына келіп, Мәдина жерінде жан тапсырады. Қартайған жастарында екі көзі көрмей қалады. Осы сахабадан келіп тұр енді оқитын хадисіміз. Енді тыңдасаңыздар басқаша. Бір шайға сүт құйып, набат салып, тары салып, араластырып ішкендей болады, кішкене қызықтау болады. Қазір қазақша шығып жатыр. Ол да дұрыс, оқыңыздар. Плюс қайталау үшін, тағы да ақпарат жинау үшін. Бірақ ол кітаптарда былай айтылмайды. Бүйтіп отырмайды сіздерге, детально айтып бәрін жаңа жіліктеп отырмайды. Ал келдік, оқиға. Хадис кімнен келген? Ан Джабир ибн Абдилла радиаллаху анхума. Джабир радиаллаху анху былай дейді. Анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қала айтты дейді. Джабир бин Абдилла радиаллаху анхума өзі естіген пайғамбарымыздан. Урида алейя әл-әнбия, пайғамбарымыз айтты дейді саллаллаху алейхи ва саллам, маған басқа пайғамбарлар көрсетілді. Пайғамбарымыз айтып жатыр, маған басқа пайғамбарлар көрсетілді.
Енді ғалым ғұламалар бұл жерде мынаны екі түрлі көзқарас, ой пікірлерін айтады. Біріншісі дейді, пайғамбарлар Исра және Миғраж кезінде көрсетілген болуы мүмкін дейді. Көрді ғой пайғамбарларды. Бірінші қатта мына пайғамбарды көрдім, екінші қат аспанда мына пайғамбарды көрдім. Ал екінші бір мағынасы пайғамбарымызға басқа пайғамбарлар түсінде көрсетілген болуы мүмкін дейді. Осымен айтқанда пайғамбарымызға басқа пайғамбарлар көрсетілді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, мен көрдім дейді. Енді қараңыздар, әрбір пайғамбарды өзінің сахабаларынан немесе танитын адамдардан ұқсатады. Қай адамға ұқсайды екен пайғамбарлар? Фаида Муса алейхиссалам, Муса алейхиссаламды көрдім дейді. Енді біреуге ұқсатады пайғамбарымыз. Дарбун минар риджали кааннаху мин риджали шануата. Муса алейхиссалам дейді, Шануах деген бір қауым бар, қабиле бар, бір тайпа бар. Бұл Йеменде орналасқан, және бұл тайпа туралы Құранда аят бар. Мәйда сүресінің 8-ші аяты. Астаиду билла бисмилла ва ла яджриманнакум шанаану қаум. Міне осы жерде айтылады. Осы Шануа деген қауым бойлары орташа бойлы, здоровый сондай кісілер екен. Сол Шануа қауымдағы адамдар Муса алейхиссаламға өте қатты ұқсайды деп айтты дейді пайғамбарымыз. Йеменде өмір сүрген бір қауым, қабиле, тайпа. وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Сөйтіп Иса пайғамбарды көрдім дейді. فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. Енді араларыңызда Иса пайғамбарға алейхиссаламға ең жақын, ең қатты ұқсаған ол араларыңызда Урва бин Мас'уд деген сахабам дейді. Бұл сахаба кім? Урва бин Мас'уд деген кісі Таиф деген жерде тұрады. Таиф Меккеден шамамен 86 километр. Шамамен. Сөйтіп бұл кісі Таифта өмір сүріп жүрген уақытта мұсылман болмайды, Меккеге барады пайғамбарымызбен кездесуге. Ұзын сөздің қысқасы, енді қысқаша айтып өтіп жатырмыз. Сол жерде дінді қабылдайды Алланың қалауымен. Сосын пайғамбарымыздан рұқсат алады. Алланың Расулы, рұқсат етіңізші Таифқа барып, себебі бұл кісі бір әкім екен, басшы, әмір, қол астында адамдар бар. Мен қол астындағы адамдарға, айналамдағы халыққа дінді түсіндірейін деп рұқсат сұрайды. Пайғамбарымыз рұқсат етеді, бар дейді, түсіндіре бер дінді дейді. Сөйтіп Таифқа барады. Таифқа барып халықты жинап дінді түсіндіреді. Сөйтіп азан шақырады. Азан шақырып болып намазға тұрайын деп жатқан уақыттарында енді бәрі бірдей мұсылман болып кетпейді, араларында болады жаңағыдай дұшпандар нелер. Сол бір дұшпан садақпен атып шахид қылады екен мына сахабаны. Және мына бір сөзді айтады. Осы жаңалықты естіген уақытта, яғни Урва бин Мас'уд жан тапсырды деген хабарды алған кезде пайғамбарымыз былай деп айтты дейді. Мәсәлу Урва, бұл Урва сахабамның мысалы дейді. Мәсәлу сахибу Ясин. Ясин сүресінде бір адам айтылады. Бір адамның басынан өткен оқиға айтылады. Соған ұқсайды екен дейді. Ясиндегі адамның басынан өткен оқиға ұқсайды екен. Бұл жаңағы Урва бин Мас'удтың басынан өткен оқиға. Екеуі ұқсайды екен бір-біріне. Да'a қаумаху илаллах фақаталуху. Ол Ясин сүресіндегі адам, ол да қауымын айналасындағы адамдар дінге шақырған еді. Бұл Урва бин Мас'уд та дінге шақырды. Анау жаңағы Ясин сүресіндегі адам, ол да өлтірілді. Қауымы оны өлтірді. Нәсіп етсе, Алла қаласа, алдымыздағы воскресенье немесе дүйсенбі, нәсіп етсе, білмеймін, енді өздеріңіз бір ұйымдастырып не қылыңыздар, кімге қалай ыңғайлы, келіп Шамаил Мухаммадия емес, мына пайғамбарымыз айтып жатыр, саллаллаху алейхи ва саллям, Ясин сүресіндегі адамның мысалына ұқсайды. Сол адам туралы айтатын боламыз нәсіп етсе. Бір тәфсір сабағын өткізейік, тәфсірлеп берейік. Ол жерде Хабиби Наджар деген кісі айтылады. Ол сондай бол өлтіріледі, қауымы тас лақтырып ағашпен ұрған уақытта, мына ішіне шек қарны шашылып, басында миы сыртқа шығып кетеді ғой. Алла жолында солай шахид болып кетеді. Құранда аят бар. Ол кісі біздің пайғамбарымызға дейін Иса пайғамбардың үмметінен болған. Енді пайғамбарымызға жаңалық келді ғой. Өзінің сахабасынан Урва бин Мас'уд шахид болып кетті. Өлтірілді, атты бір садақпен. Соны естіген уақытта айтады, бізге дейін Хабиби Наджардың басына келген оқиға бұнда басына келді ғой деп айтты дейді пайғамбарымыз. Соны нәсіп етсе, я жексенбі, я дүйсенбі
бір уақыт бөліп оқып берейін тәфсірлеп. Өте бір Құран болғасын енді тәсірлі, адам жылатып жүреді. Енді қазір уақытымыз жоқ. Сөйтіп айтты дейді. Енді «Варайtu Ибрахим алейхиссаламу» мен Ибрахим алейхиссаламды көрдім дейді. «Фаида ақрабу ман раайtu бихи шабахан сахибукум, яғни нафсаху». Ибрахим алейхиссаламға ең жақсы ұқсаған, білесіздер ме кімді дейді? Сендердің достарың дейді. Яғни кім? Пайғамбарымыз өзін айтты дейді. «Варайtu Джибрил алейхиссалам», сосын Джибрил періштені алейхиссаламды көрдім дейді. «Фаида ақрабу ман раайtu бихи шабахан», оған ең жақын ұқсаған, жақсы ұқсаған кім екен? Дихия деген сахабам деп айтқан екен пайғамбарымыз. Енді бұл жерде Дихия туралы бір тоқталып өтейік. Дихиятул кәлби толық есімі. Бұл Дихия радиаллаху анху мәдиналық адам болған, қол астында 700 үй болған кісі. Әмір, басшы, әкім 700 үйге әмірлік қылып жүрген адам ғой. Дихия деген кісі. Бірақ мұсылман емес, кейіннен мұсылман болады. Сосын кейіннен мұсылман болғаннан кейін Жәбірел алейхиссалам пайғамбарымызға келген сайын бұл кісінің бейнесінде келеді екен. Және бұл кісінің бір атағы болған. Әжмәлул араб, арабтардың ішінде ең әдемі кісі деген атағы болған. Шынымен де әдемі кісі болған. Және бай өте. 700 үй бар. Айша анамыз айтады, радиаллаху анха, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір намаз оққаннан кейін дұға қылып сұрайтын еді Алладан. Аллахумма рзуқ Дихия ал-ислам. Я Аллахым, мына Дихия құлыңа, қазір мұсылман болмай жүр. Бірақ сіз сондай, я Аллахым, сен сондай қыл, бұған Дихияға исламның рызығымен рызықтандыршы. Яғни ол да мұсылман болсыншы деп пайғамбарымыз сұрайды екен. Неге? Ол адам мұсылман болса, қол астындағы 700 үй не болып кетеді? Автоматически мұсылман болып кетеді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи бір күні сахабалармен таң намазын оқып болғаннан кейін пайғамбарымыздың қылатын бір әдеттерінен бұрылып сахабаларына сұрайды екен. Араларыңызда түс көргендерің бар ма? Жорып берейін. Кімнің қандай сұрағы бар деп күн жаңағы найза бойы көтеріліп кеткенше отырады екен мешітте пайғамбарымыз сахабалармен бірге зікір қылады, фікір қылады, шүкір қылады, Алланы мақтайды, мадақтайды, тағы басқа. Сөйтіп отырған уақыттарында бұл да айтылады. Келетін сабақтарда нәсіп етсе, қалай отыратын еді пайғамбарымыз таң намазынан кейін, оған дейін жазылып кеткен бұл кітапта. Сөйтіп Жәбірел алейхиссалам жетіп келеді ғой. Я Алланың Расулы, сіздің дұғаңызды Алла Тағала қабыл қылды. Қазір жолда Дихия келе жатыр, дінді қабылдау үшін дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз сахабаларына ескертіп қояды. Қазір келе жатыр, жол беріңдер дейді. Дихия радиаллаху анху кіріп келген уақытта кейбір сахабалар ашуланып қарайды. Сағанда қалды ма деген сияқты. Себебі кезінде бір келіспей қалған жерлер болған ғой енді. Сөйтіп бәрі орнынан тұрады, тұрыңдар дейді, орындарынан алдыңғы қатарды ашыңдар дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз үстіндегі шапанын шешіп, бүктеп, жерге жаяды, жерге қойып, «Я Дихия, та'ала, иджлис хауна». «Я Дихия, келіңіз, мына шапанның үстіне отырыңыз» дейді. Көрдіңіз ба? Дихия әлі мұсылман емес. Сол үшін мына жерге бір кісі кіріп келсе, мұсылман емес адам, ой, бұл кәпір, наузу билла, астағфиралла, қылыш болса басын ұшыратын ахилардың, уахабилердің сөзі. Бәрінікі болмаса да, көбісінікі бар осындай бір сөз. Қазір олар бәрін қойды да өз-өздерін кәпір қылып жатыр қазір, Алла сақтасын. Я ахи, наузу билла, кәпірсің дейді. Ал пайғамбарымыз айтты, кімде-кім бір адамды кәпір десе, ол мұсылман болып шықса, өзі кәпір болады дейді. Фихта біз неге айтамыз, уахабилердің артына ұйымаймыз деп не үшін айтамыз? Біріншіден, олар дәреті дұрыс емес, аяғын жумайды. Екіншіден, ол анау кәпір, мынау кәпір деп жүрген уақытта өзі кәпір болып кетуі мүмкін. Айтты ғой хадисте. Сол үшін біз кәпірдің артында тұрмаймыз. Алла сақтасын. Оның жүрегін тек қана Алла біледі. Біз дұға қыламыз, тура жолға кірсін олар. Олар да бір бауырларымыз, адасқан бауырларымыз. Сөйтіп, бір адам кіріп келсе де, бізге пайғамбарымыз сабақ қылып жатыр, жасы үлкен ба? Ол кезде Дихияның жасы пайғамбарымыздан үлкен екен. Жасын құрмет қылып, мұсылман болмаса да, шапанын жайып, отырыңызшы деп отыр пайғамбарымыз. Соны Дихия радиаллаху анху кіреді де, шапанды көтеріп, сүйіп, көзіне тигізіп, маңдайына тигізіп, басына қойып, я Алланың Расулы, айтыңызшы, исламның шарты не дейді? Мұсылман болайыншы дейді.
Сонда пайғамбарымыз айтады, исламның шарты, мұсылман болудың амалы, шарты, бірінші ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп айтуың дейді. Осы калима, таухид калима шахадатты айтқаннан кейін Дихия радиаллаху анху жылайды ғой, қатты жылайды. Пайғамбарымыз ондайды көрмеген, сахабалар көрмеген. Я Дихия, мәда бика, не болды саған? Жылауының себебі не? Сонда айтады, я Аллах Расулы, Алладан сұраңызшы дейді. Егер де менің жасаған күнәм, мен 60 жылдық кәпір болған екенмін дейді. Осы 60 жылдық кәпірлігім кешіліп кетуі, мына қылышымды шығарып өз-өзімді өлтіруге байланысты болса, Алладан рұқсат алыңызшы, қазір өз-өзімді өлтіруге дайынмын дейді. Просто күнәм кешіліп кетсін дейді. Екіншісі, Алладан сұраңызшы, егер бүкіл байлығымды Алла жолында инфақ қылу арқылы күнәм кешірілсе, дым ойланбай бүкіл байлығымды беріп жіберемін Алла жолында, садақа қыламын дейді. Просто күнәм кешірілсінші дейді. Пайғамбар сұрайды, қандай күнә жасап қойдың дейді. Мен мұсылман емес кезде мен жахил болдым, надан болдым, қаншама әйелмен бірге болдым. Сөйтіп өмірге 70 қызым болып келген. Сол 70-ін тірілей көмген адамын деп айтқан екен. Білесіздер ғой, жахили заманында Омар радиаллаху анху да өзінің қызын көміп жатқан кезде қызы сұраған ғой, әке не істеп жатсыз деп. Қызы тірілей көметін болған. Неге? Сен анау басқа біреудің ұрпағын таратасың. Еркек келетін болса қуанатын болған. Сол үшін Кәусар сүресі бар ғой. Инна шани'ака хуал абтар. Пайғамбарымыздың Ибрахим баласы, Қасым баласы Абдулла қайтыс болған уақыттарда жан тапсырып келіп мазақ қылды ғой жаңа арабтар. Ха-ха деп. Мұхаммед бутира деп. Бутира деген ұрпақсыз қалды Мұхаммед деп мазақ қылған. Себебі ер бала келсе ұрпақтар айды. Мазақ қылды. Бірақ Алла айтады, олардың ұрпақтары кесіліп қалды, сенікі кесілген жоқ дейді. Қазір қарап отырсаңыздар, қожалар, сейіттер әлі күнге дейін келе жатыр, пайғамбардың ұрпақтары. Бірақ сол 1445 жыл бұрын күлген кәпірлер ешқайсының ұрпағы жоқ, қазір жалғасқан жоқ. Неге пайғамбарымыздың кішкентайынан жаңағы жастайынан балдары кетіп қалды? Шахид болды. Неге жанын алды Алла тағала? Себебі пайғамбарымыздан кейін олар өмір сүрсе, олар да пайғамбар болу керек еді, ер бала болғасын. Бірақ Алла тағала айтты: "Ва хатаман набийин", Құранда аят, сен соңғы пайғамбарсың деді. Сенен кейін пайғамбар келмейді. Сол үшін кішкентайынан Алла тағала жандарын алды. Сөйтіп айтады: "Мен 70 қызымды тірілей көмген адаммын" деген уақытта Жәбірейл алейхиссалам жетіп келеді ғой, сразу. Я Аллахның Расулы, Алланың сізге сәлемі бар, және Дихияға айтыңыз, айналаңыздағы адамдарға да айтып ескертіңіз, Алла былай деп айтып жатыр дейді. Кімде-кім шынайы жүрегімен, шын махаббатымен сеніп тұрып, өмірінде бір рет ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп айтса дейді, Алла айтып жатыр дейді. Дихияға да айт, сахабаларға да ескерт. Ол 60 жыл кәпір болған Дихия болса да, ол адам 60 жыл 70 қызын көмсе де тірілей, мына сөз үшін Алла барлық күнәсін кешір жүрдім деп айтқан екен. Аллаху акбар. Және орнын сауаппен толтырып қояды екен. Имам Бухарида хадис бар. Ислам діні бұрынғы күнәні кешіп, орнын сауаппен толтырып қояды. Сол кезде пайғамбарымыз одан сайын жылайды ғой. Дихияның жылауы ойнақ болады. Сосын пайғамбарымыз қолын жайып дұға қылады. Алладан: "Я Алла" дейді. "Менің үмметім" дейді. Кімді айтып жатыр? Міне біздерді. Олар дейді, мутакаррирон, олар бір рет қана айтпайды ғой дейді. Міне біздерді айтып жатыр. Олар қайта-қайта айтады ғой бұл сөзді дейді. Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах. Олардың күнәсін қалай кешірмейсің? Яғни кешіресің Алла деп пайғамбар жылап сұрады дейді осылай. Көрдіңіз бе? Бір ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах калимасы 60 жыл кәпір болсаң да кешіріп жүреді Алла тағала. 90 жыл кәпір болсаң да кешіріп жүреді. Тозақтан шығаратын сөз ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах. Тозақта абадул абад, әбәди мәңгілік қалатын кімдер? Осы сөзді айтпағандар. Сол үшін бір айтып қойық, қайталап. Ал бисмилла. Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах.
Алла Тағала калима таухид шахадаттарымызды қабыл қылсын, күнәмізді кешірсін Алла Тағала. Білмей, біліп жасап жүрген күнәміз көп, періште емеспіз, пайғамбар емеспіз, бәріміздің күнәміз бар. Біз инсанбыз. Инсан деген сөз, нәсия деген сөзден келеді, арабша сөз. Қателік жасаушы, күнә жасап қалушы деген сөз. Біз жасап қаламыз, білмей қаламыз, біліп тұрып та істеп жатамыз. Аллахым, бүгінгі міне жиналыстың құрметіне, міне Шамаилул Мухаммадия кітабы оқылып жатыр. Пайғамбарымыздың құрметіне бүкіл күнәларымызды кешір, Аллахым. Пайғамбарымыз өзі айтты, кімде кім бір жерде Алла үшін бір жиналыс ашылып, сол жерде Алла ұлықталып, пайғамбарымыз айтылып, хадис, Құран, ғылым, ғалым, ғұламалар отыратын болса, періштелер айтады екен. Бітеді ғой енді, до конца отыра бермейді ғой, таң атқанша. 1-2 сағаттан кейін шығамыз бәріміз. Мешіттен күнәларың кешірілген күйде шығыңдар деп айтады екен періштелер. Аллаху акбар. Біз соларданбыз. Жалғастырайық. Аз қалды. 13-ші хадис. Кімнен жеткен? Ан Саид әл-Джурарии радияллаху анху қал. Бұл кісі табиин. Бұл кісі айтып жатыр, мен Самиату Абад Туфайл радияллаху анху. Абад Туфайл деген сахабадан естідім дейді. Бұл Абад Туфайл деген кім? Құрметті жамаат, оны білуіміз керек. Абад Туфайл деген сахаба ең соңғы Аллаға жанын тапсырып, бұл уақытша дүниені тастап, мәңгілік бақилық әлеміне кеткен ең соңғы сахаба. Кім аты? Абад Туфайл деген кісі. Мен осы кісіден естідім дейді. Естіп тұрған кім болады сонда? Табиин болады. Сахабаны көрген табиин. Табиинді көрген табаут табиин. Аты кім? Естіп тұрған кісі Саид әл-Джурарии деген кісі. Алла разы болсын. Мен Абад Туфайл деген сахабадан естідім, және ол кісі бүйтіп айтатын еді дейді. Былай айтқан екен. Руайтун набия саллаллаху алейхи ва саллам. Ей адамдар, мен пайғамбарды көрдім. Айтып жатқан ең соңғы сахаба. وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيْرِ. Бұл дүние жүзінде пайғамбарды көрген адамдардан менен басқа ешкім жоқ қазір деп айтыпты. Яғни ең соңғы мен. Мен жан тапсырсам болды, менен кейін ешкім жоқ көрген. Қульту, сол кезде мен сұрадым дейді. Абад Туфайл радияллаху анхудан. Сифхули, олай болса бізге айтыңызшы пайғамбар қандай кісі еді деп сұрағанымызда айтты дейді. Қала кәна әбияда, пайғамбарымыздың өте қысқадан нұсқа қылып айтқан, денесі қызыл аралас ақшылдау түсті еді денесі. Және мәлихан мұқассадан, және орташа бойлы еді деп айтты дейді. Соңғы хадис. 14-ші хадис. Кімнен жеткен? Ани ибн Аббас радияллаху анхума қал. Кәна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам афлажа ثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. Ибн Аббас радияллаху анхума былай дейді. Пайғамбарымыздың мына ат-саниятайни деген үстіңгі екі тісті айтамыз. Енді түсінікті болу үшін қоян тіс дейді, күрек тіс дейді, үстімізде екі тіс. Соны арабша саниятайни тістер дейді. Соның арасы ашық еді пайғамбарымыздың. Біз осыны көрдік, байқадық дейді. Ашық болса да іш жағынан бір нұр шығатын еді дейді. Сол арасын толтырып кететін еді дейді, нұр. Сөйлеген уақытта біз соны байқайтын едік дейді. Ал құрметті жамаат, осымен бірінші бап бітті. Бірінші бап пайғамбарымыздың жаратылысы еді. Қандай кісі еді, қалай қылып Алла Тағала пайғамбарымызды жаратты, өте әдемі суретті жаратты. Осыны айттық. Нәсіп етсе келесі сабақ жаңағы Хабиби Наджар туралы бір айтайық, тәпсір болсын. Содан кейін сабақ екінші бапқа өтеміз. Екінші бап пайғамбарымыздың мөһірі туралы, печаты туралы. Бұл жерде Сәлман радияллаху анхудың қалай дінге кірді, соны айтатын боламыз. Ол да жылатады. Бір күлдіртеді, бір жылатады. Және пайғамбарымыз айтқан, «Я Сәлман» деген радияллаху анху, мына басынан өткен оқиғаларды мен бар кезде айналаңдағы достарыңа, сахабаларыңа айт, және бұл айтылып кетсін деген жалғасып. Адамдарға мотивация беретін оқиға. Оны енді Хабиби Наджардан кейінге қалдырамыз. Алла баршаңыздан разы болсын. 54 минут сөйлеппіз. Енді
ұстаздарымыздың айтқанындай әт-тәкрару ахсан, тәкрар қылу, қайталау жақсы бір амал. Уалау кәні 180, ең аз болса да 180 рет қайталаңдар дейді, есте қалу үшін. Бірақ ұстаздар біздерге айтады еді, медреседе оқып жүрген тәләбаларға, әт-тәкрару ахсан, қайталау жақсы амал, ең аз 1.080.000 деп айтатын еді. Сол үшін бір қайталап шайық, енді 1.080.000 рет отырмаймыз. Басынан бастап бір қайталап шайық, мен сұрақ қоямын, сіздер жауап беріңіздер. Көрейік, кітапты оқыдық па, кітап бізді оқыды ма? Білетін адам сөйлей берсін жайлап. Пайғамбар мынандай еді, бүйтетін еді, сөйтетін еді, жүзі мынандай еді деп айта беріңіздер. Ал бисмилла. Пайғамбарымыздың бойы қандай еді? Ай машалла. Денесінің түсі қандай еді? Қызыл аралас ақшылдау түседі, шашы қандай еді? Қою деп айтқан жоқпыз. Уже пайғамбар шашын бояп тастады. Қою демедік. Бірақ қандай еді? Волнистый дей ма? Орташа волнистый еді. Неше жасында пайғамбар болды? 40 жасында. Меккеде қанша жыл өмір сүрді? 13 жыл. 10 жыл деп айтсам бола ма? Болады. Кім риwayаты? Өте дұрыс, Асеке, машалла. Бәріңізге Алла разы болсын. Мен бір нем болса, бір сыйлығым болса, тарататынымды бетіп. Біз ұстаздар еді, кәмпит лақтырады қалтасынан. Дұрыс айтқанға кәмпит лақтырады. Бір ұстазымыз болды, Әбдул Мәтин деген кісі, иманды болсын. Қалай өмір сүрсеңдер, солай өлесіңдер деген хадис бар ғой. Зікірмен жүретін кісі еді, соңғы суреті бар, больницада жатқан. Таспихпен жатып, жан тапсырған ғой. Сол кісі сұхбат айтқанда бір әулиелік кераметін көрсетті. Керамет хақ. Пайғамбарларда мұғжиза, әулиелерде керамет. Құранда аят бар бұл туралы. Сүлейман алейхиссаламның қиссасы бар. Балхистің тақтын әкел деп айтады ғой. Онда айтамыз нәсіп етсе. Керамет хақ. Кімде-кім кераметті жоққа шығарса, әулиелердің кераметі жоқ десе, ол адам Құдай сақтасын, оның кәпірлігінен қорқуға болады дейді. Или кәпір болып кетті дейді ол адам. Құранда аятқа қарсы шыққан үшін. Енді ана адам әулие адам еді, бір керамет көрсететін еді. Қандай? Бізде бір ұстаз айтады, мен сұхбатына кеш бардым дейді. Ол адамдар Түркияда сұхбат айтқанда салондарды жалдайды. Үлкен салондар болады, жаңағыдай тойхана бар, не бар. Енді тойхана былай тұрсын, үлкен жерлерді жалдайды. Сонда ең соңынан келдім дейді жаңа. Жолда пробкада қалдым, анау-мынау. Сол кісінің бір әдеті, сұхбат біткеннен кейін немесе сұхбаттың арасында сұрақ қояды, жауап берген адамға әтір лақтырады екен, мә деп. Сосын ана кісі жаңа біздің ұстазымыз ең соңынан келіп, бүйтіп қарасам, ойладым бүйтіп, қап алдын ала ертерек шыққанда алдында тұратын едім, қойған сұрағына жауап беріп, ең болмаса бір-екі әтерін қағып алатын едім деп ойлай берген ғой енді, сұхбат басталғаннан біткенше. Сөйтіп сұхбат жүріп жатқан уақытта жаңа кісі тоқтатып сұхбатты, адамдардың бәрін жарып барып, жаңа ұстазыма барып дейді. Ей, мен алшы құрсын, сұхбатты айтқызбадың ғой деп берді дейді былай. Қараңызшы, қандай кісілер өмір сүрді. Нәсіп етті, сондай кісілерден мен оқыдым. Енді ол жақта көзі мынандайдың бәрін Қытай деп айтады жаңа Түркияда. Енді ұқсатып жүре ме білмедім. Чин деп айтады жаңа Қытай деп. Сол кісі сұхбат бастайын деп жатқан кезде сағат сұрады, сағат қайда деп. Сағат қойып қою керек те енді. Сөйлей береді де, молда бір қызып кетсе тоқтату қиын. Мотор қызып кетсе, тұдық кетеді. Сөйтіп сағат іздеп жатқан кезде мен бір сағатым болды, жүгіріп барып қойып жатсам, маған бүйтеді. Рахмет, ей Қытай дейді. Сол есімде қалған еді, жаңа кісінің айтқан. Алла сондай жақсылармен бірге қияметте бірге болу нәсіп етсін. Шапағатынан нәсіп етсін. Ал жалғастырып жатырық. Меккеде 10 жыл деп айтсам да болады, қателеспеймін. Бірақ дұрысы 13 жыл. Неге 10 жыл? Неге 13 жыл? Неге 10 жыл деп айтады? Себебі 3 жыл жасырын дағуат қылды, 10 жыл ашық дағуат қылды. Мәдинада қанша жыл? 10 жыл. Қанша жасында қайтыс болды? Яғни жан тапсырды? 63 жас. 60 жастардың басы десем болады. 65 жас десем ол да болады. Ол да риwayаттар келетін нәрсе. Бірақ ең сахи, ең достоверный 63 жас. Ана бір сөз бар, бұл қате сөз. Адамдар 63 жасқа келеді де той жасайды, мәулет жасайды, садақа қылады, Құдай тамақ қылады да пайғамбар жасына келдім дейді. Пайғамбар жасы 63 емес, пайғамбар жасы 40 жас. 63 жас жан тапсырған жасы. Былай айтса болады. Пайғамбардың қайтыс болған жасына келдім десе,
Дұрыс сол. Пайғамбар жасына келдім дейді. Пайғамбар жасы емес, пайғамбар жасы 40 жас. Көп пайғамбарларға 40 жаста берілген пайғамбарлық. Ақыл тоқтататын жас қой енді. Мұна пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шашынан және сақалынан аппақ тал шаштарын санаған уақытта қаншаға жетпейтін еді? 20-ға жетпейтін еді. Ол туралы тоже оқимыз. 17, 18, 19 деген риваяттар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрген уақытта қалай жүретін еді? Еңкейіп деп айтқан жоқпыз. Қоспаңыздар. Аллаға шүкір, сұрап атқанымыз жақсы. Тез жүреді. Нақ қойып, жұлып алатын еді, қойғанда жұмсақ қоятын еді. Қош жемеңіздер. Ерте айтып жүрмесін, бір молда шықты, бір ұста шықты деп. Аттың басын жүре деген айтқанда деп. Пайғамбарымыздың жүзін мұбарак. Неге ұқсататын еді? Айға. Ләйләтул бәдір деп айтады. Шашы жұқа болды ма, қалың болды ма? Шашы қалың болған еді пайғамбарымыздың. Шашы қай жерге дейін жететін еді? Ұзындығы? Құлақтың жұмсақтылығынан. Әзірше осылай біле беріңіздер. 3-ші бапта тағы тоқталамыз. Денесінде жаңа қыл шаш деген нәрсе көп болды ма пайғамбарымыздың? Детально біреу айтсын, ортасынан көкірегінен тіке кіндігінен созылып жатқан бар еді. Бәрін біліп алыпсыздар ғой, Алла разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ханымы жұбайы Хадижа анамыз пайғамбарымызға дейін неше рет тұрмыста болды? Біріншісі кім еді? Мына жерде өзі сыйлық беруге болады, тапқан адамға. Сол үшін бір нәрсе дайындап қойыңдар, жамағатсыздарға бір бұрышқа бір нәрсе дайындап қойыңдар, лақтырып отырайын. Кішкентай нәрсе болсын, мынандай үлкен бір нәрсе алып Құран дегендерді қоймаңыздар, оны лақтырылмайды. Әтір тәсбихтарды қойып қойсаңыздар, береміз ғой бүйтіп тапқан адамға. Даже былай айтсаңыздар болады. Бір мешіт бар, бұл мешіттің есімін ұмытып қалып жатырмын. Осы мешітте бір ұстаз келді екен, сабақ берген сайын зекет береді екен деп қойыңыздар. Бұл өтірік болмайды. Ликулли шайин закатун, бүкіл нәрсенің зекеті бар. Ва закатул бадан, дененде зекеті бар дейді. Ол не? Дененің зекеті. Дененің зекеті не? Жылда бір рет зекетін береміз дененің. Ораза. Ілімнің зекеті не? Үйрету. Сол үшін айтыңдар, мешітте зекет беріп жатыр бір ұстаз. Күшті көп береді зекетті. Келсін бәрі. Міне зекет беріп жатырмыз. Аба Хурайра радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жан тапсырғаннан кейін, өтіп кеткеннен кейін бақилық әлеміне базарға барады ғой. Бәрі жұмыс жасап жүгіріп жүреді. Ей адамдар дейді, тоқтап қалады. Тыңдайық осы не айтайын тұр дейді. Үлгеріңдер дейді. Пайғамбарымыздың мешітінде пайғамбарымыздан қалған мирастар таратылып жатыр дейді ғой. Бәрі жүгіреді. Ойбай, ақша ғой ойлар енді. Ақша бізге де сол келеді. Зекет десе бәрі келеді ертең. Каспийлерін ашып көрсетіп жатады міне. QR-мен аламыз ба, қалай алады екенбіз деп. Сөйтіп барса, бір бұрышта адамдар намаз оқып жатыр дейді, нәпіл намаздар. Ортада біреулер Құран қайталап жатыр дейді. Мына жақ бұрышта біреулер іліммен мәшғүл шұғылданып жатыр дейді. Ілім, қара тер болып. Сұрады дейді, Аба Хурайра, қайда мирас қайда? Ақша қайда? Қайда ақша деп айттым дейді. Міне осы пайғамбарлардан қалатын нәрсе. Пайғамбар өзінен кейін бір дирхам, бір динар тастамайды. Міне тастайтын нәрселер осы. Сол үшін қызықтырып әкеле беріңіздерші. Бір адам, екі адам әкелсе, мешіт толады ғой. Зато сауапқа сізде батасыз. Үлкен сауаптың иесі боласыз. Ал, осылай бір қайталаған болайық. Алла разы болсын баршаңыздан. Алла Тағала түн тыныштығын берсін. Міне Алла разылығы үшін уақыттарыңызды бөліп тыңдадыңыздар. Алла әмин. Осы ниеттеріңізге қарата берсін. Бүгінгі оқылып жатқан, айтылып жатқан қысқада уағыз насихаттардан бір қателіктер болса, Аллахым өзің кешіріп толықтыр. Аллахым тілеген дұға, ниет тілектерімізді қабыл қыл. Осы жерге ұзақтан жақыннан қадам басып келе жатқан осы ағаларымыздың, осы жамағаттың әрбір басқан қадамдарына сауаптардан жаз. Әрбір басқан 10 қадамына 70 000 сауаптан, әрбір басқан сол қадамдарына 70 000 күнәларымыздың кешірілуіне Аллахым нәсіп ет. Аллахым тілеген дұғамызды қабыл ет. Еліміз, дінімізді, халқымызды аман ет. Аллахым айдан айға, жылдан жылға аман есен жете беруімізге Аллахым баршамызға нәсіп ет. Аллахым
қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге, осы жерде айтылып жатқан сахабалармен бірге, я Аллахым, ғалым ғұламаларымыздың, әулиелерімізбен бірге жұмақта көрші болуымызға Аллахым баршамызға нәсіп ет. Я Аллахым, ауырғандарға шифалардан бер. Я Аллахым, сен шәфисің. Я Аллахым, сен шифа берушісің. Сенің шифа беруші деген есімің бар. Осы шифа беруші есімнің құрметіне сұраймыз. Ауырып жатқан, төсек тартып жатқан мұсылмандар қолдарына, я Аллахым, шифалардан бер. Я Аллахым, шифалардан бер. Аман есен аяқтарына тұрып кетуіне нәсіп ет. Я Аллахым, қарызға батып жүргендерге осы бір жақын уақытта халал жолымен қарыздарынан құтылуын Аллахым нәсіп ет. Я Аллахым, бойдақтарға, өздерінің жүректеріне сай адамдарды нәсіп қыл. Я Аллахым, қылған дұғаларымызды қабыл қыл. Қылынған дұғаларды осы Рабиул Аувал айының құрметіне, оқылған Әш-Шамаилул Мухаммадия кітабының құрметіне, айтылып жатқан хадистердің құрметіне, оқылып жатқан Құран аяттарының құрметіне қабыл қыл. Я Аллахым, تقبل منا بحرمة طه وياسين اللهم إنك عفو كريم يا اللهم سن عفو سن كريم سن يغني كيشرشسن اللهم تحب العفو كيشرگенде жақсы көресің اللهم فاعف عنا мына біздің баршамыздың біліп білместеген үлкен кіші қателіктеріміздің, күнәларымыздың баршасын Аллахым кешір. Раббана атина фид дуния хасана. Я Аллахым, біздерге бұл дүниеде тек қана жақсылықтар ғана бер. Ва фил ахирати хасана. Ахирет күнінде біздерге тек қана жақсылықтар ғана бер. Ва қина адабан нар. Аны тозақтың отынан біздерді сақтай көр Аллахым. Ва саллаллаху та'ала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин ва саламун аля al-mursalin вальхамдулиллахи раббил аламин. Саллаллаху аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Аллаху акбар. Қабыл болсын жамаат. Алла қабыл етсін. Аман болыңыздар.